Сәлем достар, тағы да қыздар, кішкене настроением түсіп кетті. Соншама түсірген нәрсенің бәрі сақталмай қалды. Көп нәрселерді неден көрсеткен едім. Ладно, осы жерде түсіндіре кетейін да общий понятияны. Қалған нәрселерді тағы да видео түрінде түсіріп чатқа жіберемін, хорошо қыздар. Ең бірінші, бұл жерде біздің қозғайтын тақырыбымыз менструалдық цикл. Бізде менструалдық цикл нормада қандай болу керек? Нормада менструалдық цикл 21 күн немесе 35 күн сайын аралығында келу керек. То есть қараңыз, мысалы сіз бүгін менструалдық цикл, мысалы сіздің бүгін менструацияңыз келді дейік та, январдың 1-і келді делік. Одан кейін егер келесі менструалдық циклыңыз январдың 22-сі немесе 25-сі келетін болса, это норма. Немесе осы айдың 1-і келгеннен кейін келесі где-то келесі айдың, мысалы қараңыз, 6-сына или 7-сіне келетін болса, осы айдың 1-і келді, келесі айдың 6-сы 7-сі келсе, это значит у вас тоже норма. То есть көрдіңіз ғой, есептеп көріңіз, аралығы 21 күн немесе 35 күн, 21 күн мен 35 күннің аралығындағы күндер 22 күн сайын, 23 күн сайын, 24 күн сайын, 27 күн сайын, 32 күн сайын келуі мүмкін. Это норма. Егер де қараңыз, 35 күннен жоғары немесе қараңыз, то есть 40 күн сайын келетін болса, это уже қалыпты емес. Одан кейін 15 күн сайын келетін болса, 18 күн сайын келетін болса, то есть 21-ден аз ғой, это тоже не норма. Біз негізі жалпы айтқанда менструалдық циклды кровавые слезы, матки о не наступившейся беременности деп орысша айтады. Былайша айтқанда, беременность наступать етпегеннен кейін матканың жылауы деген сияқты мағынаны білдіреді негізі. Бізде менструалдық цикл ең бірінші 12-13 жастан бастап келеді. Ең бірінші келген жасты менархия деп айтамыз. Менструация келгеннен кейін ол где-то мысалы 4 жыл бойына тұрақталу жүреді организмде. Жаңағы мен айтқан норма көбінесе 20 жасқа дейін, 20 жаспен 30, где-то 25 жаспен 40 жас аралығындағы әйелдерге қатысты. Өйткені ол жаста әйел организмдері репродуктивтік жас деп аталады, яғни ұрпақ өрбіту жасы. Ол кезде әйел организмдері, гормондары уже қалыпқа келіп, нормада болып, запастары нормальный, қалыпты деңгейде тұр деген сөз. Қалыпты деңгейде тұр деген сөз, яғни менструацияның қалыптың өзгеруі көбінесе 20 жасқа дейінгі қыздарда және 40-тан асқан әйелдерде болады. 20 жасқа дейін не үшін болады? Өйткені менструация келгеннен кейін қыздарда 4 жыл бойына тұрақталу жүреді, яғни циклдары 40 күн сайын келуі мүмкін, 50 күн сайын келуі мүмкін да. 2 айда бір келіп, сөйтіп өзгереді, тұрақталып, ай сайын келетін жағдайға жетеді. Немесе если вдруг басқа патология болмаса, сол менструалдық цикл ғана сондай болатын болса, басқа патология болмаса, ол тұрақталады. Егер вдруг тұрақталмай жататын болса, онда сіздер қыздарыңызды тексертесіздер. Одан кейін 40 жастан асқан кезде өзгереді. Неге? Өйткені уже бізде әйел адамдардың организмінде кішкентай ұрық кезінен қалыптасқан фолликулдық қор деп аталады. Фолликулярный запас біздің аналық клеткаларымыз, солар уже 40 жасқа келген кезде ай сайын, минут сайын, күн сайын истощаться етіп, уже азайып бастайды да. Азайғандықтан, значит, если қараңыз, фолликулярный запас азаяды. Фолликулярный запас азайса, овуляцияның болуы да азаяды. Соответственно, овуляция азайған сайын менструалдық цикл де азаяды. Значит, менструалдық циклдың құрамы өзгере бастайды. 40 күн сайын, 50 күн сайын бір келіп, 2 айда бір келіп, сөйтіп 10 жылдың ішінде әйел адамның организмі тоқтап, климакс наступать етеді. Сол негізі жаңағы мен айтқан норма көбінесе 20 жас пен 40 жас аралығындағы әйелдерде, ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдерде осындай қалыпты болып есептеледі. Если содан отклонение болып жатса, сіздер уже дальше тексерулеріңіз керек. Енді біз менструалдық циклдың жағы механизміне тоқтала кетейік. Ол қалай болады? Ол бір-бірімен байланысты. Мысалы, біздің миымыз, гипофиз, миымызда гормон бар. Миымызда орган бар. Гипоталамус, гипофиз. Менструалдық цикл арнайы каскадный, бір-бірімен байланысты жүреді. Миымен байланысты. Қараңыз, 3 орган байланысты. Гипоталамус, гипофиз, яичник, яғни аналық безі және матка. Осы төртеуі бір-бірімен байланысты. Өйткені менструалдық цикл басталмас бұрын біздің бірінші миымызда сигнал кетеді.
миымызда гонадотропный релизинг гормоны деп аталады, яғни стимулировать ететін жаңағы қанға түскеннен кейін маткадағы яичниктегі гормондарды бөліп, оның құрамын өзгертіп, жаңағы консистенциясын, жаңағы қалыңдығын, соның бәрін өзгертетін осы бірінші мидан басталатын гормондар гонадотропный. Яғни менструалдық цикл бізде екі кезеңнен тұрады: фолликулярная фаза және лютеиновая фаза деп аталады. Ал ортаңғы цикл ол овуляция. То есть фолликулярная фаза дегеніміз где-то 30 күндік, нормально 28-30 күн келетін әйелдерде циклдың ортасы болады да. 14 күн фолликулярная фаза, қалған 14 күнді лютеиновая фаза жүреді. Ал ортасы ол овуляция. Яғни ол қалай болады? Бірінші бізде жаңағы яичниктерімізде фолликулярный запас болды ғой, сол фолликулярный запаста, яғни фолликулдар өсіп шығады. Мына оң жақ яичник пен оң жақ және сол жақ екеуінде где-то 10 шақты, мына жақта да 10 шақты фолликулдар, майда фолликулдар өсе береді. Бірінші менструалдық цикл күннен бастап жайлап өсіп бастайды. Өйткені мида фолликулостимулирующий гормон, ФСГ гормон лақтырылады қанға лақтырғаннан кейін сигнал келеді да, и сол біздің фолликулдарымыздың ішінде эстроген деген гормон өсе бастайды. Ол эстроген гормон өскен сайын, көбейген сайын қанда, ол біздің маткамызды, эндометрийді жүктілікке дайындай бастайды. Жүктілікке дайындайды деген сөз, эндометрий қалыңдап, жаңағыдай қан тамырлары көп болып қалыңдап, питательный среда пайда болып, чтобы кейін овуляция болғаннан кейін оплодотворение болса, ол яйцеклетка, эмбрион сол жерге беку үшін, өсу үшін сондай дайындай бастайды. Одан кейін жаңағы екі жақтағы фолликулдардан өсіп шықты ғой, жаңа нелер, фолликулдар өсіп жатыр. Сол өсіп жатқан фолликулдардың ішінде біреуі доминантный фолликул деп аталады. Яғни үлкен өсіп тұратын доминантный фолликул. Ол аналарға қарағанда, басқа фолликулдарға қарағанда үлкен болып өседі да, и оның құрамында яйцеклетка болады. Негізі барлық фолликулдардың ішінде яйцеклетка болады. Өйткені фолликул ол жаңағы біздің аналық безіміз бар ғой, яйцеклетка, сол үшін домик, как домик сияқты, үй сияқты. Соның ішінде өсе береді, тек ішінде біреу ғана басып, озып шығатын активный біреу болады ғой, сондай сияқты доминантный фолликул болады. Сол доминантный фолликул овуляция уақытына жеткен кезде жарылып шығады. Жарылғаннан кейін ішіндегі жаңағы фолликулдың ішіндегі жидкосттардың бәрі сыртқа шығып кетеді да, и ана жарылған жерінде тесік пайда болады, сол тесік жара болады да, жара сияқты болып қалады да, бірақ ішіндегі біздің аналық клеткамыз лып етіп сыртқа қарай шығып кетеді, ол ары қарата трубаға қарай кетіп қалады да. Ал соның қалған орнында сап-сары бірінші ақ пайда болады, ақ дене деп аталады, ол белое тело дейді. Сол ақ денеден кейін желтое тело пайда болады, сары дене дейді. Ол да тоже өзінің гормонын бөледі. Значит, если сары дене пайда болса, значит, сізде овуляция болды деген сөз. Яйцеклетка шығады да, сыртқа қарай шығып, ары қарата фимбриялармен трубаға қарай өтіп, если сперматозоид кездессе, егер де половой контакт болып сперматозоидпен кездесетін болса, сперматозоидпен кездесті делік та, ол эмбрионға айналады. Ол эмбрион жайлап дамып жетіліп 5 күн бойына трубадан жылжып барады да. Если эмбрион дамса, да, мысалы, оплодотворение, если произошло, трубаның борымен 5 күн жүреді, маткаға түседі, маткаға түскеннен кейін эстроген гормоны бізде эндометрийдің қабатын қалың қылып қойды ғой, жаңағы кровоснабжениесі, қан тамырларын, питательный средасын әдемі қылып дайындап қойды, сол уақытқа бекиді да. Если вдруг қараңыз, біздің жаңағы шыққан труба жақта жүрген яйцеклеткамыз сперматозоидпен кездеспейтін болса, онда ол неге барады? Жылжып барады да, гормондар, соответственно, мысалы, гормон бөлінбейтін болғандықтан, ары қарата уже беременность не наступила дейді да, все организмге барады да, содан кейін гормондардың бәрі низко түсіп кетеді да, и жаңағы маткаға, беременностьқа дайындап жатқан матканың эндометрий қабаты бар ғой, сол қалыңдаған қабаты гормондар азайып кеткесін разрыхляция ете бастайды, яғни жұмсары былжырап кетеді да, уже все, менструация ретінде бәрі қан болып ағып кетеді. Түсініңіздер ғой?
кровавые слезы матки деген не наступившейся беременности деген мағынасы осылай қыздар. Енді тағы бір нәрсеге тоқтала кетейік. Бізде фолликулярный запас болады. Любой қыз келіншектің бәрінде фолликулярный запас болады. Ол қай кезде? Біз ана мамамыздың ұрығында жатқан кезде пайда болады. Ол бізде сол кезде закладка түрінде пайда болады да. Оның саны где-то мысалы 12 неделя кездерінде где-то 4,5-5 миллион болады. Біз туыламыз ғой, өмірге келеміз. Өмірге келгеннен кейін бізде уже фолликулярный запасы азайып қалады да, ол 1 миллион болады. Одан кейін біз ана репродуктивный жасқа жетеміз ғой, мысалы ұрпақ өрбіту жасына, бала туатын жасқа келген кезде уже бізде олардың саны 400 мың ақ болып қалады қыздар. 400 мың, 500 мың ақ болып қалады. И сол 400 мың, 500 мың бұл бізде генетически бізге расположенный нақты Құдайдың берген, бекітілген фолликулярный запасы. Ол запасты біз жаңағы үстінен толықтырып, качествосын өзгертіп, сондай сұрақтар болады кейде. Біз мысалы качествосын өзгертуге бола ма, или сол фолликулярный запас бізге құюға бола ма дегенде, жоқ қыздар. Сіздер сырттан фолликулярный запас ала алмайсыздар. Ол сіздердің Құдайға берген, Құдайдың өзінің берген, сіздерге берген қор дейді, фонд ретінде, запас ретінде тұрады. И ол бізде ай сайын расходуется, кете береді да, климакс наступать еткеннен бізде сөйтіп таусылып бітеді, қартаяды оларды. Каждый месяц, каждый ай сайын овуляция болған сайын, қараңыз, сол доминантный фолликул, біреу доминантный фолликул болып оплодотворение кететін біреу ақ қана, бірақ қалған мысалы 10 шақты тұр жағында фолликул. Мынаяқта 10, мынаяқта 10. Оның ішінде біреу фолликул дамып кетті, қалған 10-10-нан қалды ғой. Олардың өзі де дами береді, бірақ жағы овуляция наступать етпей қалып, беременность наступать етпей қалса, ол да как жағы матка эндометрием жылаған сияқты, аққан сияқты қан келіп, олар да өз-өзінен жоқ болып кете береді. Түсініңіздер ма? Ай сайын бізде, значит, кейбір көтерем деген қыздар уақыттарыңызды терет етпеңіздер, өйткені сіздердің фолликулярный запасыңыз ай сайын, күн сайын, минут сайын азая береді. Сіздер қартайғанға дейін жасыңыз үлкейген сайын азая береді. Егер жасыңыз үлкейген кезде сіздер көтерем десеңіз, өз кезде уже сіздің фолликулярный запасыңыз азайып қалуы мүмкін, качествосы өзгеруі мүмкін, сіздерді көтеру проценті төмендейді. Сол үшін қыздар уақытты терет етпей, ерте жастан бастап беременности планировать етіңіздер қыздар. Түсініңіздер ғой? Қай жерге келгенді ұмытып қалдым ғой. Фолликулярный запасқа келіп жатыр, иә. Біз фолликулярный запасты сонымен көрдіңіздер, сақтап қала алмаймыз да, ол ай сайын кете береді. Единственный сақтап қалатын жолы бар, ол криоконсервация. Экоцентрлер айналысады ондайлармен. Мысалы, сіздің фолликулдарыңызды стимуляция жасап, көп фолликулдарыңызды сақтап қоюға болады, криобанк болады да. Ол кейін пайдалануға болады. Мысалы, сіздің жасыңыз кейбір карьера қуып жүрген қыздар болады, мысалы да. Кейін бала көтерем, қазір көтермеймін, кейін экомен көтерем дейтін болса, мысалы, олар өздерінің яйцеклеткаларын криобанкке сақтап қоюға болады. Заморозка дейді, қатырып тастайды да, оның средасы болады арнайы. Ол қатып тұрған нәрсе, ол ешқашан бұзылмайды качествосы. Сіздер бірақ ол үшін банкке, криобанкке ай сайын ақша төлеп отырасыздар. Где-то әр банкте әртүрлі, біреу 3 мың теңге төлейді, бір банктерде, экоцентрлердің біреуінде 10 мың теңге, в общем, сондай да. Зато қартайған кезде олар кейін оны пайдалана алады, бірақ качествосы на 100% жауап бере алмайды енді олар, бірақ все равно криоконсервация жүреді. Единственный сол қыздар, біздің фолликулярный запасымыз ай сайын азая береді, оны біз ешқашан сақтап қала алмаймыз. Уақытты терет етпеңіздер сол үшін қыздар. Сол үшін енді біздер қай жерге келеміз? Енді овуляция уақытына келейік. Бізде қыздар овуляция уақытын ловить етуге тырысады, яғни беременності жоспарлап жүрген қыздардың көбісі. Біздер овуляция бізде бар ма, жоқ па, оны қалай білеміз? Бірінші жолы, егер сізде менструацияңыз регулярный болатын болса, значит, қараңыз, жаңағы мен айтқандай 21-30 күн сайын келетін болса, значит, у вас овуляция болады деген сөз. 100% жағдайда у вас овуляция есть деген сөз. Түсініңіздер ғой? Болмаса, егер бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде хотя бы 8 рет сізде етекір циклы келетін болса, значит, у вас сізде овуляция есть, но нерегулярно деген сөз. Ол мысалы ай сайын емес, 2 айда бір болып тұратын овуляция болып қалуы мүмкін. Түсініңіздер ғой? Енді тағы бір түрлері овуляцияны білетін уақыттың. Ол тесті на овуляцию. То есть сіздер тест на беременность жасаған сияқты тесті на овуляцию жасайсыз, бірақ оны күнде жасап отырасыз. Овуляция 2 сызық пайда болғанға дейін. Мысалы, бүйтесіз. Где-то примерно менструацияңыз біткеннен кейін, уже келесі күннен бастап таңғы мочаға салып отырасыз да, күнделікті бетіп өзіңіздің қағазыңызға немесе бір жерге ана тестіңізді сақтап отырасыз. Күнделікті сақтап салыстырасыз. Анық 2 сызық пайда болғанға дейін
жасай бересіз да. Значит, егер сол күні сізде анық жаңағы тест екі сызық көрсетіп тұрса, значит, сол күні сізде овуляция болады деген сөз. Өйткені бұл, мысалы, тесті на беременность ол ХГЧ-ға чувствительный болса, хронический гонадотропин, яғни беременностің гормонына тәуелді болатын болса, ал бұл тесті на овуляцияда сіздер жаңағы овуляция болатын кезде бізде организмде лютeinизирующий гормон деген болады, екінші гормон. Сол лютeinизирующий гормон выброс болады да, қатты. И выброс болғаннан кейін 24-36 сағаттан кейін уже бізде овуляция болады. Значит, қараңыз, жаңа тесті на овуляция екі сызық көрсетіп тұр ғой, анық екі сызық. Значит, лютeinизирующий гормон нақты лақтырылды деген сөз организмде. Значит, сол тәуліктің ішінде 24-36 сағаттың ішінде сізде овуляция болады. Сол уақытта сіздер половой контакт болу керек, чтобы көтеру үшін деген сөз. Түсініңіздер ғой. Енді тағы бір тәсілдерінің бірі ол УЗИ. УЗИ арқылы көруге болады, сізде доминантный фолликул бар ма, жоқ па. Жаңағы айтқан доминантный фолликул түсінесіз ғой, ол жаңағы самый активный сіздің фолликулыңыз, который беременность наступать етуге жүгіріп баратын фолликулыңыз. Сол фолликулыңызды бар ма, жоқ па білу үшін сіз УЗИге түсуіңіз керек. Где-то 6-8 день цикладан бастап ары қарата фолликулометрия деп аталады. Ол 3 күнде бір, 4 күнде бір барып түсіп тұрасыз УЗИге. Сол кезде УЗИстен сұрайсыз, менде доминантный фолликул бар ма, размері қанша, эндометрийдің қалыңдығы қанша деп, соның бәрін сұрап алыңыздар УЗИстерден. Менструалдық циклдың, қараңыз, менструалдық циклдың, мысалы, менструалдық циклдың бірінші күні сіздің циклдың бірінші күні деген сөз. Циклдың где-то 7-8 күндерінен бастап 2 күн сайын, 3 күн сайын УЗИге барып көріп тұрыңыз. Доминантный фолликулдың размері середина циклаға жақындағанда размері 16-18-ден бастап 25 мм-ге дейін болу керек. Сол аралықта сізде доминантный фолликул болса, значит, сізде овуляция скоро болады деген сөз. 25 мм-ден асып кетпеу керек, өйткені кейбіреулерде 25 мм-ден фолликул асып кетсе, ол кистаға айналып кетеді, ол фолликулярная киста деп аталады. Ол туралы бөлек темада айтамын. Ол өте ұзақ тема тоже. Бірақ қараңыз, түсініңіз ғой, 7-8 күннен бастап УЗИ 2-3 күн қатар, 2-3 күн сайын, 3 күн сайын хотя бы барып УЗИді бақылап тұрасыз. УЗИде доминантный фолликул 16-18 мм-ден 25 мм-ге дейін болу керек, доминантный фолликул. Одан кейін эндометрийді сұраңыз еще. Эндометрийдің бала көтеруге қалыңдығы середина цикла кезінде, жаңа доминантный фолликул өсіп тұрған кезде, 18-ден бастап 26 мм-ге дейін жетіп тұрған кезде эндометрий бар ғой, сіздің матканың іші, қалыңдығы 7 мм-ден болу керек. 7 мм минимальный, 7 мм-ден көп болу керек, және трехслойный болу керек. Яғни қан тамырлары жақсы қоректенген, жақсы беременностьке дайындалып тұрған болу керек. Түсіндіңіздер ғой, соны сұрайсыздар. Одан кейін тағы бір түрі ол прогестерон гормонына тапсыру. Прогестерон гормонына сіздер в идеале менструалдық циклға 7 күн қалған кезде тапсыруларыңыз керек та, аш қарынға барып таңертең прогестерон гормон тапсырасыз. Бірақ прогестерон гормоны он всегда колеблется, разницасы үшін. Өйткені сіз қараңыз, менструалдық циклға 7 күн қалған кезде барып тапсырып, таңертең тапсырған кезде сағат 9-да мысалы тапсырдыңыз делік. Негізі нормасы 3-тен кем болмау керек. Нормасы 3 болып тұрады да, кейін тағы 1 сағаттан кейін тапсырып көрсеңіз, нормасы саны сізде 25 болып тұруы мүмкін. Түсініңіз ғой, колеблется етіп тұрады. Бірақ сіздер дұрыстап дайындалып, дұрыстап тапсырсаңыздар, нормасы дұрыс шығады. Если вдруг 3-тен аз болып жатса, сіздер повторно тапсырып көріңіздер келесі айда. Өйткені сіздер дұрыс ловить етпеуіңіз мүмкін. Қараңыз, мысалы, менструалдық циклға 7 күн қалғанда сіз дұрыс емес есептеуіңіз мүмкін. Менструалдық циклға 5 күн қалғанда тапсырып қалуыңыз мүмкін, 10 күн қалғанда тапсырып қалуыңыз мүмкін, сол кезде дұрыс емес шығады. В идеале менструалдық циклға 7 күн қалғанда прогестерон гормонын таңертең тапсырсаңыз, нормасы 3-тен кем болмау керек. Түсініңіздер ғой, нормасы 3-тен жоғары болу керек. Бірақ сіздерге айтатын нәрсе, жаңағы мен айтқандай, егер циклыңыз нерегулярный болатын болса, 21 күннен аз, 35 күннен көп келетін болса, немесе 1 жылда, 12 жылдың ішінде 8 циклдан аз келетін болса, значит, прогестерон гормоны сізде тапсырудың қажет жоқ. Это у вас и так ясно, что сізде овуляция болмайды дегенді білдіреді. Осы қыздар овуляцияны білудің жолдары. Енді тағы да айтады кететін жайт, овуляция не үшін болмайды қыздар? Сіздер, если вдруг овуляция болмай жатса, сіздер причинасын іздеңіздер, причинасын устранить етсеңіздер, овуляцияны восстанавливать етіп, немесе көтеріп қалатындай жағдайға жеткізуге болады қыздар. Енді овуляция не үшін болмайды? Сіздер ол үшін гормондарға тапсыруларыңыз керек. Бірінші себебі әртүрлі гормон, гиперпролактинемия, яғни пролактин гормонның қанда көп болуынан
болуы мүмкін, оны тоже устранить етуге болады. Препараттары бар ішетін. Щитовидка, яғни қалқанша безінің гормондарынан болуы мүмкін. Тиреотоксикоз, диффузно-токсический зоб дейді, гипотиреоз деген қалқанша безінің ауруларының заболеваниялары, солардан болуы мүмкін. Немесе надпочечник, бүйрек үсті безінің ауруларынан болуы мүмкін. Мужской половой гормондардың көп болуынан болуы мүмкін. Свободный тестостерон, 17 оксипрогестерон сияқты әртүрлі мужской половой гормондардан болуы мүмкін. Одан кейін синдром поликистозных яичников деген заболевание бар, содан болуы мүмкін. Егер сізде стресс болатын болса, да, қатты стресс алатын болсаңыз, ол да менструацияны жоқ қылып жіберуі мүмкін. Күйзеліс болатын болса, артық салмақ немесе резко семіріп кетсеңіз, резко арықтап кетсеңіздер, оның бәрі ми бақылап отырады. Өйткені сіздің миыңызда уже гормональный өзгеріс пайда болады. Егер сіз резко арықтасаңыздар, резко салмақ қоссаңыздар, оның барлығы жаңағы менструацияның жоқ болуына, овуляцияның жоқ болуына әкеледі, қыздар. Сол үшін причинасын устранить ету керек. Резко арықтамау керек. Күйзелістен жаңағындай алыс болғандарыңыз жөн. Өйткені мысалы бізде бір пациент болған, былай қарап отырсаң, менструациясы 5-6 айға жоқ болып кеткен. Негізі бір нәрсеге қарап біз мысалы пациентке мынаны іш деп айта алмаймыз. Негізі анамнезін дұрыстап беседа жүргізіп, дұрыстап сұрауымыз керек. Өйткені анықтап беседа жүргізген кезде, оказывается, у нее мамасы қайтыс болған сол жылдары, одан кейін артынан папасы қайтыс болған, одан кейіннен күйеуінен айырылып қалған сияқты сондай не болғанда анамнезінде. Содан ана қыз қатты стресс алған, одан кейін менструациясы жоқ болып кеткен. Кейін жаңағы психологқа барып, қайтадан жаңағы өзінің психологиясын ретке келтіргеннен кейін ол қыздың жаңағы менструациясы қалыпқа келді. Көрдіңіздер ма? Сондай себептерден, қарапайым себептерден де болуы мүмкін. Соны устранить етсе келеді. Одан кейін овуляцияның себептерінің бірлеріне тоқтала кеттік, да. Енді тағы бір не бар айтатын овуляциядан кейін? Овуляцияны айттым, себептерін айттым, да. И енді бізде менструалдық цикл жаңағы несі, мөлшері. Менструалдық циклдың мөлшері келген кезде бір күн емес, 2 күн, 3 күн, 7 күн, примерно 2 күн мен 7 күннің араласында болады, немесе редко 9 күнге дейін келуі мүмкін. Бірақ 10 күннен артық келмеу керек. Если сізде менструалдық цикл 10 күннен көп келіп жатса, сізде уже менструалдық циклыңыз бұзылды деген сөз. Сізде уже қан келіп жатыр деген сөз. 10 күннен артып, асып қан келіп жатса, сіздер уже бұл кезде қан тоқтататын препараттар ішіп, дәрігерге барып, УЗИге түсіп, не үшін ондай болып жатқанының бәрін исключать етулеріңіз керек, қыздар. Қан кетіп жүре бермеңіздер. Сосын егер менструация бір күн келетін болса, это тоже не норма. Ол неден болуы мүмкін? Ол сізде овуляция редко болмайды дегеннен болуы мүмкін. То есть анавуляция деп аталады. Анавуляция деген овуляция болмайды деген сөз. Содан болуы мүмкін. Немесе анамнезіңізде жаңағы выскабливание жасайды ғой, аборттан кейін қалдықтарды қырады, полип болса, мысалы матканың ішін соның бәрін қырынды қылып қырып алады ғой матканың ішін. Сол кезде эндометрий сіздерде зақымданады да. Содан сізде менструация бір күн келуі мүмкін. Түсініңіздер ғой? Енді неге тоқтала кетейін? Менструацияға тоқталдым, енді выделенияларға тоқтала кетейін. Қыздар, бізде выделение келуі біздерге қалыпты. Қандай выделение қалыпты? Репродуктивтік, яғни ұрпақ ұрғытып жасындағы қыздардың барлығында влагалищесінде, қынапта бізде секреттер болады. Сол секреттер қалыпты деңгейде выделениялар бөліп отырады. Выделениенің мөлшері 4-5 немесе 5 мл де болуы мүмкін. Және оның түссіз болады, кейде немесе прозрачный, немесе сәл ақтау болуы мүмкін. Или сәл сарғыштау болуы мүмкін. Иісі мүлдем болмау керек. Или кейде слегка кисловатый запах болады. Это тоже нормально. Қандай болмау керек? Жасыл түсті болмау керек. Жасыл түсті вообще болмау керек. Көпіршікті болмау керек. Творог тәрізді болмау керек. Жаман иістер болмау керек. Сасық иісті, жұмыртқаның иісі сияқты, балықтың иісі сасық, сондай иістер болмау керек. Если сондай қыздар болып жатса, сіздер барыңыздар мазок на флору, фемафлор скрин, то есть
сіздің қынабыңыздың флорасын білу үшін тапсыратын фемофлор немесе мазокнофлоры тапсыруларыңыз керек. Менструалдық циклдің жаңағы күндеріне байланысты сізде выделениенің характері өзгеруі мүмкін. Яғни циклдің ортасында жаңа айттым ғой, овуляция уақытысында тягучий, липкий, яғни жұмыртқаның ағы сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Значит, сізде овуляция болып жатыр деген сөз. Сол кезде сондай выделение болады. Немесе менструация келердің алдында сізде коричневое выделение болуы мүмкін. То есть менструация келейін деп жатыр деген сөз да уже. А если басқаша жағдайларда это не норма, сіздер мазокнофлоры тапсыруыңыз керек, фемофлор скрин тапсыруыңыз керек. Оларды тапсырмас бұрын сіздерде дайындалып барасыздар. Өйткені дұрыс, егер сіздер қыздар дұрыстап дайындалмай барып тапсырсаңыздар, мазоктарыңыз дұрыс емес шығады. Сіздерде инфекцияларды біздер білмей қаламыз дұрыстап. Не бар екен, не жоқ екен, скрытый болып қалуы мүмкін. Түсініңіздер ма? Қалай дайындаласыздар? Бірінші антибиотиктер ішкеннен кейін 3 аптадан кейін баруыңыз керек хотя бы, потому что антибиотиктің ДНК-лары біздің қанымызда 1 айға дейін жүреді да, олар біздің жағы инфекциялардың ДНК-сын бұзуы мүмкін да, содан біз оны білмей қаламыз, бар ма жоқ па, уақытша скрытый түрде көрсетпей қалады. Түсініңіздер ғой? Антибиотиктер ішпеулеріңіз керек хотя бы. Егер дәрілер қандай ішіп жүрген болсаңыздар, оны гинекологқа ескертіп айтасыздар. Половой контакт 2-3 күн хотя бы болмауы керек. Жергілікті вагинальный свечи, крем, мазь, спринцевание, яғни жуынып еш нәрсе істемеу керек. Баняға, саунаға еш нәрсеге бармау керек. Одан кейін қатты ащы тағамдар, сондай нәрселер, тұзды тағамдар, ондайларды жемей, солай дайындалып барғандарыңыз жөн қыздар. Сол кезде анализдеріңіз дұрыс шығады, дұрыс лечение аласыздар. Содан кейін лечениені алған кезде қыздар, если сіздерде инфекция болып жатса, өтініш, сіздер өздеріңіздің күйеулеріңізбен бірге емделіңіздер. Өйткені сіздер күйеулеріңізбен емделмесеңіздер, ол инфекция күйеулеріңізде де бар да. Сіз емделесіз, емделгеннен кейін қайттан шығады, күйеуіңізбен қосыласыз, қайттан шығады, сөйтіп сізде обратно процесс қайта бола береді. Кейін сіздер антибиотиктер сізге әсер етпей қалуы мүмкін, резистентность болуы мүмкін. Сол үшін қыздар, егер инфекция сіздерде болып жатса, күйеулеріңізбен бірге емделіңіздер. Одан кейін тағы бір айта кететін жас, ашу қышу туралы айтамын дедім. Ашу қышу ол көбінесе жаңа кандидоздан болады. Кандидозный вульвовагинит деген сөз, грибковое заболевание, саңырауқұлақтық ауру деп аталады. Енді қазақша сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Кандидоз дейді. Ол көбінесе неден болуы мүмкін? Бізде негізі қалыпты микрофлораның ішінде кандидоз ол қалыпты да болады. Барлық әйелдерде болады ол. Ол қай кезде шығады? Яғни өзіне қолайлы среда болған кезде шығып кетеді. Ол кезде ол қандай среда қолайлы? Сіздер антибиотик ішкен кезде біз көбінесе байқаңыздар, сіздерге противогрибковый препараттар береді, ол сол дұрыс, соны ішіңіздер. Өйткені антибиотиктен кейін сізде микрофлораның дисбиозы шақырады. Дисбиоз деген бұзылысын шақырып, сізде ашу қышыну болуы мүмкін, молочница болуы мүмкін. Себебі сол бірінші антибиотиктен болуы мүмкін, тесный леггинсы немесе жаңағы джинсы, қатты қысып алатын киімдер, немесе жаңағы іш киімдеріңіз бар ғой киетін, соларыңыз қатты қысып тұратын болса, содан да болуы мүмкін. Одан кейін постоянно жуып отырасыздар, немесе жаңағы прокладкаларыңыздан, немесе жаңағы ежедневкаларыңыздың ароматизаторлар болса, содан аллергия болуы мүмкін, содан да болуы мүмкін қышу, ашыну. Одан кейін сізде сахарыңыз көбейіп кетсе, қаныңызда содан да болуы мүмкін. Егер лечение вообще көмектеспей жатса, кровьна сахар тапсырып көріңіздер қыздар, түсініңіздер ғой. Лечениесі противогрибковые препараты ішетін и противогрибковые свечи. Оны только жаңағы мазоктың результатымен ғана қыздар сіздерге назначать етеді. Енді тағы бір бізде тоқтала кететін сабақ, бұл менде синдром поликистозных яичников. Синдром поликистозных яичников деген оның негізі себептері нақты белгісіз, как бы генно модифицированная болезнь деп аталады. Ол негізінде последствиясы кейін болашақта қандай заболеванияларға келуі мүмкін? Ол рак молочной железы, рак эндометрия және гиперплазия эндометрия сияқты әртүрлі заболеванияларға келуі мүмкін. Соның алдын алу үшін біздер, егер синдром поликистозных яичниковпен жүрген қыз-келіншектер беременность, если не планирует, жүктілікті жоспарламаса, біз әртүрлі препараттар береміз, чтобы сондай последствиясы жаман нәрсеге әкелмес үшін, яғни жаңағы айтқандай ғой, рак болашақта ол арғы кейінгі қартайған кездерде рак молочной железаға келмес үшін комбинированный орально контрацептивный препараты прогестерона береміз. Оның тоже дозаларын оны врачпен, сіздің анамнезіңізді сұрап, сізбен сөйлесіп, сізге тағайындау керек қыздар. Көптеген обследованияларын өтуіңіз керек. Одан кейін синдром поликистозных яичников только на основании УЗИ ғана диагноз қойылмайды қыздар, біліп
қалыңыздар. На основании құр диагноз жаңағы құр узимен ғана поликистоз деп тұрса, сізге поликистоз деп диагноз қоюға болмайды. Және мультифолликулярный яичники деген тоже қыздар ондай диагноз болмайды. Ол просто сіздерде узидің описаниесі. Хотя бы 2 симптом болу керек, чтобы синдром поликистозных яичников деп қою үшін. Сізде, во-первых, регулярная овуляция болмайды, яғни менструацияңыз нерегулярный болу керек, жаңағы мен айтқандай 21 күннен аз, 35 күннен көп келетін болса, немесе бір 12 айдың ішінде 8 менструация аз болатын болса, значит овуляция жоқ деген сөз сізде. Плюс УЗИде поликистозный яичники болуы мүмкін. Тағы симптомдары қосылатын оған акне, гирсутизм. Акне дегеніміз яғни жаңағы прыщики шығып жүрген білесіз, акне деген. Одан кейін гирсутизм. Гирсутизм дегеніміз ол түктердің, мужской половой гормондардың есебінен түктердің пайда болуы. Түктердің, негізі түктер жалпы қыз-келіншектердің бәрінде болады, бірақ аз количествода. Если сіздерде как мужской еркектер сияқты көп болатын болса, чрезмерно көп болатын болса, значит тоже оны емдеу керек, ол гирсутизм деп аталады. Сізде мужской половой гормондар көп деген сөз. Онымен қатар көбінесе синдром поликистозных яичникпен ауыратын қыздардың 50%-інде ожирение болады, яғни артық салмақ болады. Холестерин көп болады. Оның негізі последствиясы өте сердечный заболеваниялар, жүрек ауруларына алып келуі мүмкін, сахарный диабетке әкелуі мүмкін. Ожирение білесіздер ғой? Ожирение болса, значит ожирение деген, яғни артық салмақ болса, қыздарда эстроген гормоны өте көп дегенді білдіреді. Эстроген гормоны өте көп деген сөз. Біздерде ең бірінші тағы бір себептердің бірі инсулинорезистентность. Яғни ол көбінесе инсулинорезистентность деген мысалы біздің жаңағы ұйқы безімізде инсулин гормоны бөлінеді. Ол инсулин деген гормоны біздің қандағы глюкозаны реттеп отырады. Глюкоза деген білесіздер, шоколад, анау әртүрлі тағамдардың құрамында ол глюкоза бізге энергия беретін нәрсе. Сол глюкозаны бізде инсулин деген как таныстырып жүретін кілт сияқты да, бүткіл органдарға, миға бәріне апарып есігін ашып береді да, инсулин. Сөйтіп глюкоза кіріп организмдерге энергия береді. Как тікелей мағынада айтқанда да, қыздар, сіздер түсіну үшін айтып жатырмын. Если вдруг қараңыздар, инсулин резистентный дегеніз ол вообще еш нәрсеге әсер етпейді. Түк нәрсе әсер етпейді инсулинге деген сөз. Если қараңыз, организмдерге барады, инсулин глюкозаны апарған кезде, организм инсулинге резистентный әсер етпейтін болса, глюкоза ішке кіре алмайды, органдарға тұра береді, сөйтіп барады да, ол миға сигнал жібереді, сөйтіп ми барады да, органдарға глюкоза кіре алмай жатыр, инсулинді бөл дейді да, ұйқы безіне инсулинді бөлдіре береді, сөйтіп бөлінген сайын инсулин қанда көбейіп кетеді. Инсулин қанда көбейсе не болады? Ол сахарный диабетке әкеледі, мужской половой гормондардың көбеюіне әкеледі. Мужской половой гормондар көбейіп, ол не істейді бізде? Мужской половой гормондар овуляцияны тежеп тастайды. Біз овуляция бізге керек, ол чтобы бала көтеру үшін. Түсініңіздер ғой? Сол себебі көбінесе осындай синдром поликистозных яичников барларда біз инсулинге тапсырмайды, негізі нақты саны жоқ. Біз глюкозаға тапсыртқызамыз и холестеринге тапсыртқызамыз. Если сахарный диабеті инсулині болатын болса, соны лечить етеді. Бірақ это не нақты емес, что жаңағы сахарный диабеті барларда обязательно овуляция болмайды деген сөз емес, синдром поликистозных яичник болады деген сөз емес. Или синдром поликистозных яичник болғандарда 100% неге сахарный диабет болады деген сөз емес. Ол белгілі бір причиналарының бірі, түсініңіздер ғой? Если қыздар сіздер беременность планируете, комбинированный оральный контрацептив сіздерге ол жүкті болуға көмектеспейді. Сіздерге жүкті болу көмектесу үшін стимуляция, овуляция жасау керек кломифен цитратпен. Яғни ол препарат, гормональный препарат. Көбінесе клоссельбидит деген препарат бар, сол препаратпен жасаймыз біздер. Қыздар, сіздер өздігіңізден ол препаратты өздеріңіз тағайындамаңыздар. Ол әр